істеген 2 ай болған жас тергеушіні алғанда қораға тығып жіберген ғой. Бірге істеп жүргенде жас офицерға ешкімнің ешқандай қолдауы болмай отыр. Полиция осылай істесе, ертең қарапайым адамдар не істейді? Семейде бір жас тергеушіге қатысты өте даулы іс қаралып жатыр. Оның есімі Мадияр Серіков. Жігіттің құқық қорғау органында істегеніне бар жоғы 2 ай ғана болған. 2 ай. Яғни кеше ғана оқу бітіріп, жас маман болып келген қызметкер. Ал енді не болды? Әңгіме Toyota Camry көлігінен борттық компьютер ұрланған қылмыстық істен басталады. Бастапқыда тергеу әрекеттерін басқа тергеуші жүргізген. Кейін бұл іс жас тергеуші жаңағы Серіковтің өндірісіне беріледі. Ол заңға сай әрекет етіп, РДР жүйесі арқылы жедел қызметкерлерге тапсырма жолдайды, яғни жедел іздестіру шараларын жүргізіп, қылмысты ашыңдар, кінәлі адамды табыңдар дейді. Бірақ ары қарай басталатын нәрсе өте күмәнді. Шамамен 2025 жылдың 18 тамызында Серіковті кабинетке шақырады. Кабинетте оның басшысы, сол кездегі тергеу бөлімінің міндетін атқарушы Аралханов және тағы 2 жедел уәкіл отырған. Сол жерде жас тергеушіге дайын тұрған құжаттарды береді. Біріншісі, жәбірленуші атынан қылмыстық істі тоқтату туралы өтініш. Екіншісі, жәбірленушіден алынған қосымша жауап алу хаттамасы. Осы құжаттарды оған кім береді? Жай біреу емес, өзінің тікелей басшысы береді. Тіпті мұнымен бітпейді. Басшысы оған WhatsApp арқылы ұрланған зат табылды деген мазмұнды фото да жібереді. Яғни жас тергеушіге толық картина жасалады. Міне, мүлкі табылған жәбірленуші арыз жазған, іс тоқтайды дегендей. Осындай жағдайда ол не деп ойлау керек? Әрине, бұл мен РДР арқылы жіберген тапсырманың нәтижесі, жедел қызметкерлер заңды түрде рәсімдеп әкелген материал деп ойлайды. Серіков сол құжаттардың бос тұрған техникалық графаларын толтырады, күнін, кейбір анкеталық деректерін енгізеді, сканерлеп РДРді тіркейді де істі тоқтату туралы қаулы шығарады. Ал қолына келген құжаттарды сол тапсырманың орындалуы деп қабылдаған. Бірақ кейін белгілі болғаны, әлгі құжаттардағы қол жәбірленушінікі емес. Яғни құжаттардың түпнұсқалығына күмән туындайды. Онда бұл құжаттарды кім жасады? Кім жәбірленушінің атынан өтініш дайындады? Кім қол қойды? Кім әкеліп берді? Кім бүкіл схеманы ұйымдастырды? Әділ тергеу болса, дәл осы сұрақтарға жауап іздеу керек еді. Бірақ бұл істе қорғау тарапының айтуынша тергеу басқа жолмен кеткен. Дәлірек тергеу құжаты кім жасағанын анықтаудың орнына құжатты РДРге жүктеген жас тергеушіні жалғыз кінәлі қылып шығаруға тырысқан. Серіковке тағылып отырған айып жай техникалық қате туралы емес. Бұл жерде әңгіме қасақана жалғандық жасау. Яғни адам құжаттың жалған екенін біле тұра, соны әдейі енгізді дегенге келіп тіркеледі. Бұл істе шындық соңына дейін ашылу керек. Әйтпесе ертең дәл осындай тағдыр кез келген жас тергеушінің, кез келген жас прокурордың, кез келген жас маманның басына түсуі мүмкін.